Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақта емтихандық қойылым натюрморттың түстік өңдерін әрі қарата жазуды жалғастырамыз. Алдыңғы сабақтарда біздер негізгі түстерді берген болатынбыз. Іспеу көлеңке, артқы астарды жеңіл түстерін көрсеттік. Жасыл түстің алдыңғы натюрморттың сары түстер мен көлденең жазықтықты көрсеттік. Енді бүгін әрбір заттың көлеңке, жарық көлеңке мен түстерін жазуды жалғастырамыз. Құмыраның меншікті көлеңкесінен бояуды изей отырып, орташа қылқаламмен жұмысты жазуды жүргіземіз. Міндетті түрде қағаз түстаққыш болу керек. Өйткені су бояумен нақты жазған кезде қандай түс болатынын дәлірек, айқынырақ біліп отырамыз. Сонымен байқап отқандарыңыздай, біздер түстермен жұмыс жасауды жүргіздік. Әрі қарата алдыңғы жоспарды сары түсті бастық, кішкене өткені бізде ол ағарып, кеуіп кеткен болатын түстеріміз. Оған су бояуымыздан сары, лимонды сары түсті, оқыра түсті алып, кейде қоңыр түсті алуға болады. Кей жағдайда қара түсті де алуға қорықпау керек. Яғни ахроматика қара түсті араластыра отырып, алдыңғы планның, алдыңғы жоспардың натюрмортта көріп отқандай мына көлеңке жерлерін басып жазу керек. Бізде енді бұл сәтте акварель кескіндемесінде лессировка деген тәсілді, енді қабаттап жазу тәсілін қолданамыз. Сонымен бірге артқы қабырғаны да жазуымызға болады. Ол үшін жасыл түстен шырша жасылды, ашық жапырақ жасылды алуға болады. Сары түстермен араластырып, яғни жасылды құбылтып әртүрлі реңдер табуға тырысу керек. Бір айта кететін жай, сіздер бояумен жұмыс істеген кезде міндетті түрде қылқалам жұмсақ, нәзік жазылу керек. Және беттің қабатына байланысты жоғарыдан төменге қарата немесе төменнен жоғары қарата мындай түртіп жазу ұсынылады. Және де әрқашанда қылқалам құрғақ болмау керек. Егер құрғақ қылқалам болса, онда жұмысыңыз сіздің акварель техникасына сәйкес келмеуі мүмкін. Өйткені акварель техникасында сулы, дымқыл, яғни қабаттап жазу арқылы әсер береміз. Қарап отқанда натюрмортта мына оң жағымызда кішкене көлеңке бар. Жарықтан тік қабырғаның сол көлеңкелерді көрсету үшін қоңыр, жаңа айтып өткен шырша жасылды аламын. Түстаққышымда кішкене оқыра түспен араластыра отырып, түсті сәл күрделендіріп, түрлендіремін. Міне қоңыр жасылды беріп, көлеңкені көріп тұрсыздар. Жайлап қана жазамын. Жоғары жақтар жарық түскендіктен оған ашық көк, немесе аспан көктен түсті алуға болады. Сәл сары түстен қосуға болады. Енді сіздер өздеріңіз әртүрлі реңктерді көруге, байқауға, яғни тырысу керек табиғатта. Кейде түстерді араластыруға болады. Мысалға, жасыл түстерді кіттай дақтарын мына құмыраның бетінде немесе
алманың бір жерінде реңк болуы мүмкін осындай. Түспе көлеңкемен де әрі қарата жұмыс жасап қоямыз. Кейде мынандай бір тәсілді қолдануға қайта бояуды ала бермей, бояу түстапқыштан тек қана түстапқыштың өзімен, түстапқыштан полиэтиленнің өзінде бояуды кішкене суды алып еріте отырып, көп бояу қажет етпейтін жерлерді солай жазуға болады. Түспе көлеңкені, кепкен түспе көлеңкені қайтадан бір үстіне лессировка тәсілімен тағы бір түсті жағамыз. Ол кеуіп түстер араласып, астарынан біздерге түрлі реңктер көріне бастайды. Осы тәсілмен жазуды жалғастыра отырып жұмыс жүргіземіз. Егер артық түстер болып сулы жерлер болып жатса, онда өткен сабақта айтқандағыдай тәсілдерді қылқаламдық сыға отырып, саусақпен суды алып тастаймыз. Бүгінгі сабақта біздер негізгі түстерді, заттардың артқы қабырғаның өңдерін, алдыңғы қабырғаның натюрморт алдыңғы жоспарын, қырларын анықтадық, түспе көлеңкелерді көрсеттік, әртүрлі реңктерді байқауға тырыстық. Рахмет, сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.